Ассалаумағалейкум достар, қал жағдайларыңыз қалай, амансыздар ме? Бұл Біліп жүр YouTube каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көрсетейін деп отырғаным, сіздердің телефондарыңызда осындай жағдай болуы мүмкін. Play Market'тен WhatsApp болсын, өзіңіз қалаған приложениеңізді жүктей алмай қалуыңыз әбден мүмкін. Мына жерде көріп тұрсыздар ма? Міне, не удалось установить приложение WhatsApp дейді. Міне осылай болып тұра береді. Бұны енді не істейміз, қалай жасаймыз? Мынандай бір приложение бар, оны көбісі біле бермейді, білсең, мән бермейді жалпы. Осыны тауып алып, Play Market'тен іздеп көріңіздер. Сервисі Google Play деп іздеп көріңіздер. Бұдан таппасаңыздар, мына жерде жоқ болса жаңағы неден Google Chrome'нан іздейсіздер. Google Chrome'нан сервисі Google Play скачать деп жазатын болсаңыздар, Play Market'тен шығады. Міне установить деп басатын болсаңыздар, мына жерде обновить деп тұрады. Осы обновить етіп алыңыздар. Сол кезде сіздердің жаңа жүктелмей жатқан приложениелеріңіз жүктелетін болады. Ал егер мынаған обновление жасалмай тағы да жүктелмей жатса, неге интернетке қараңыз, интернетте жақсы ма, басқа да приложениелерге өтіп тұр ма, мысалға YouTube-ға кіріп тұр ма дегендей, сөйтіп интернеттеріңізді тексеріп алыңыздар. Тағы бар басқа жолы бар. Ол настройкаға өтесіздер, управление приложение барасыздар, список приложениеге барып, мына жерден Play Market тауып аласыздар. Samsung телефондарында қателеспесем, удалить и обновить деп. Соны удалить и обновить деп басыңыздар. Сөйтіп Play Market'те обновление өткізіп алыңыздар. Егер де осы мына дәл менікін деп тұратын болса, открыть только остановить деген тұр, отключить деген жоқ. Ол кезде мына использование памятке бар, удалить деп мына жерден барлығын удалить етіп тастайсыздар. Бұл осыны сосын сервис Google Play деді, дәл солай жасайсыздар. Мына жерде использование памяттің барын өшіресіздер, удалить деп. Сөйтіп телефондарыңызды перезагрузка жасап Play Market'ке қайтадан өтіп көрсеңіздер болады. Ал егер де сол жаңа өзіңіз жүктей алмай жатқан приложениені әлде де жүктей алмай жатқан болсаңыз, жүктелмейтін болса, онда мына аккаунтты, мына тұрған аккаунтты шығасыздар дағы, шығып аккаунттен мына жерден мына тұрған аккаунтты мына жоғары жақтағын басып аккаунтты удалить етпес бұрын бірінші пароль білесіз ба, соны ойлап алыңыз. Соны білмейтін болсаңыз басқа аккаунт ашуға тура келетін болады. Ал білетін болсаңыз осы жерден удалить етіп аккаунтқа қайтадан кіресіздер. Міне осылай болып тұрады. Удалить етіп жаңағы Gmail аккаунттарыңызды жазып, паролін білетін болсаңыздар арға жазып өтесіздер. Міне жазылды. WhatsApp жүктелмей жатқан приложениелеріңізді өстіп көрсеңіздер болады. Ал егер де бұған да көмектеспейтін болса, егер де осы бағана мен көрсеткендердің барлығын мен көрсеткендей бірге бір жасасаңыздар, мен көрсеткендей жасап, бірақ оған нәтиже бермеген болса, онда жаңағыдай телефондарыңызды бірінші настройкаға барасыздар, сосын аккаунт бөліміне барасыздар, мына аккаунтқа барасыздар да бүйтіп аккаунтты өшіріп тастайсыздар. Содан кейін барып бірінші аккаунтты өшіріп, екінші мына жерге барып телефонды заводской настройкаға жіберсеңіздер болады. Заводской неге сбросқа жіберсеңіздер болады. Осы жерден бірінші жаңа мен көрсеткен Google аккаунтты өшіріп алыңыздар. Google аккаунтты өшірмей сброс жасамаңыздар достар. Міне көрдіңіздер ме? Осылай тұра береді. Қазір мына тағы 100 болады. Ошибка деп шығады, немесе осылай айналып тұра береді. Мен бағана осы жаңа сіздерге көрсеткендердің барлығын жасадым, ешқайсысы маған көмектеспеді. Мен Google Chrome'нан да, Play Market'те де, Google Service Play'де де жүктеген болатынмын. Мен екеуін жүктедім, бірақ қондырылмайды, менің телефоныма қонбайды. Не установлен деп тұрмын. Енді мен не істеймін, мына ішіндегі ненің барлығын алып, осы фото, видео, музыкалардың барлығын ноутбукқа көшіріп, жаңа көрсеткендей заводской сброс жасайтын боламын. Яғни телефонды жаңадан сатып алған қалпына әкеліп барып, жаңа аккаунтпен Play Market'ке кіріп, WhatsApp керек приложениелердің барлығын жүктеп көретін боламын. Сатып алған кезде қандай болады? Дәл сондай болып тұр. Енді мына жерде міне Google сервис қазір басатын болсақ, міне көрдіңіздер ме? Уже бәрі жүктеліп, әдемі тұр ше? Әдемі. Енді сол неге барамыз? Play Market'ке, мына жерге WhatsApp 100 болсын достар, сол кезде көрсетеміз сіздерге. Міне көрейік қазір жүктелі ма, қондырылмай ма. Менің каналыма жазылыңыздар, подписчик саны көбейіп келе жатыр. Алдағы уақытта бұдан да қызық видеолар шығаратын боламын. Міне достар, сол осы WhatsApp жүктелді. Енді біздің сами номер 1 Каспий KZ братанымызды жүктеп алайық. Каспий KZ осы приложениеге ризамын, бар ғой. Тамар үндемейді, бәрі тегін безген. Міне осы жалпы достар, видеоны ұзақ қылып жіберейін ба сіздерге, көресіздер аяғына дейін. Телефон Oppo міне A9 2020 деген қалыпқа келді деп соған риза болдым. Енді мына ішіндегі фотолардың мына тұрған фотолардың барлығын қазір маған салу керек қайтадан. Есіне тапсыру керек.
осы достар, не айтайын басқа, не айтқанымды қалайсыздар, комментарийға жазыңыздар. Сіздер көресіздер, там комментарий ештеңе қалдырмайсыздар. Комментарий жазып лайкты аямай басып мені қолпаштап жоғары жаққа қарай көтеріп жібермейсіздер ма деп әңгімені жіберіп отқан дейсің ғой. Говорит, балаға жүктелсе видеоны аяқтаймыз. Болды міне достар. Сол достар, кездескенше аман болайық, сау болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болайық.